Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода адам ағзасының шылаққа толғанының қандай белгілері бар екендігін және одан қалай құтылуға болатыны жайлы сөз етемін. Сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін көруге кеңес беремін. Пайдалы әрі қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Соңғы кездері өзіңізді тым шаршау әрі ұйқысы қанбаған жан секілді сезінесіз бе? Тіпті бойыңызды билеп алған әлсіздік төсектен тұрғызбайды ма? Қанша сағат ұйықтасаңыз да маужырап жүресіз бе? Мұның бір ғана себебі бар. Аталған жағдайлар ағза шылаққа толғанда көрініс береді. Шылақ алдымен бауыр мен бүйректі жаулайды. Өздеріңіз білетіндей, бұл екі ағзада тазалаушы қызметін атқарады. Бауыр көптеген улы заттарды зиянсыз заттарға айналдырса, ал бүйрек қоректік заттарды жинау және зәр шығару жүйесі арқылы зиянды заттарды жою үшін қанды сүзеді. Егер бауыр мен бүйрек қызметін дұрыс атқара алмаса, ағза шылаққа толады. Ал ағза шылаққа толса, онда мына маңызды 7 ауру арқылы белгі береді. Бірінші, шаршау. Қанша ерте жатып, кеш тұрсаңыз да шаршаудан арылай алмай жүрсіз бе? Ұйқының қанбауына қарап отырып шаршауыңызға дұрыс дем алмай жүргеніңіз себеп емес. Шаршауды басу үшін түнді түнге ұрып ұйықтасаңыз да, орныңызда тапжылмай отырсаңыз да пайдасы жоқ. Өйткені сіздің үнемі шаршау жүргеніңізге ағзаңызды жаулаған шылақ себеп болады. Бұдан шығатын жол: таңертең бір шыны кофе ішіңіз, немесе тәбетіңіз тартқан тәтті жеңіз. Бұлар ағзаны қуаттандырып, зиянды заттармен күресуге ықпал етеді. Екінші, артық салмақ. Сіз артық салмақтан арылу үшін әрекет жасайсыз. Ол оңай іс болмайды. Калориясы төмен тағамдарды тұтынасыз. Салдарынан қажетті дәрумендер мен минералды заттардан қапы қаласыз. Нәтижесінде ағза өзіне қажетті заттарды алмаған соң шылақты қуып жіберуге қауқарсыз келеді де ағза шылаққа толады. Бұдан шығатын жол: артық салмақтан арылу үшін диетаның өзін дұрыс таңдау керек. Мейлінше дұрыс тамақтануға тырысыңыз. Үздіксіз спортпен айналысыңыз. Жеке бастың тазалығын сақтаңыз. Үшінші, жағымсыз иіс. Ағза шылаққа толған кезде тісіңізді күніне қанша рет тазаласаңыз да, хош иісті сағыз шайнасаңыз да, ауыздағы жағымсыз иіс жоғалмайды. Өйткені оның шығуына ағзаны жаулаған шылақ себепші екенін білгеніңіз жөн. Бұдан шығатын жол: терапевт немесе гастроэнтеролог дәрігердің кеңесін алыңыз. Асқазан мен бауырды тексертіңіз. Қажет болса, арнайы дәрілердің көмегімен жудырып ем жасаңыз. Төртінші, іш қату. Шылақты ең көп жинайтын әрі тазалайтын ішек. Күн сайын тұрмақ, сағат сайын ішекке шылақ толады. Егер сізді іш қату мазалайтын болса, жүйелі түрде үлкен дәретке бармайтын болсаңыз, онда сыртқа шығуы тиіс шылақ пен улы зат іште қалып қояды. Салдарынан денеңізге кері әсерін тигізіп, теріңіз қартаяды, дақ басады, қараяды. Одан бөлек басыңыз ауырып, жиі шаршап жүретін боласыз. Бұдан шығатын жол: алдымен тамақтану мәзіріне мұқият болыңыз. Ешқашан зиянды, жартылай дайын, химикатқа бай әрі консервіленген тағамдарды тұтынбаңыз. Мейлінше дұрыс тамақтануға көңіл бөліңіз. Суды көбірек ішіңіз. Жеміс-жидектер мен көкөністі жуып жеңіз. Қайнатылған, бұқтырылған тағамдар жеуге әдеттеніңіз. Бесінші, иіс сезгіш. Ағза шылаққа толса, адам өзінен өзі иіс сезгіш болып алады. Оған ағзадағы химиялық заттардың көптігі әсер етеді. Егер сіз елден бұрын жағымды немесе жағымсыз иіс сезе бастасаңыз, дерттің дауасын өзіңізден іздеңіз. Ағзаны шылақтан тазартып, қалыпты жағдайына келуге ықпал етіңіз. Бұдан шығатын жол: арнайы дәрігермен ақылдасып алып, 3-7 күндік тазалану әдісін қолданыңыз. Алтыншы, бұлшықеттің ауруы. Сіз ұйқыдан денеңізді көтере алмай оянасыз ба?
бейне бір денеңізді ұрып тастағандай күй кешесіз бе? Оған да себеп ағзаның шылаққа толуы екен. Егер ешқандай спортпен айналыспасаңыз да, физикалық жаттығулар жасамасаңыз да, денеңіз ауырып, бұлшық еттеріңіз тырысып жүрсе, онда ағзаны шылақтан тазалаңыз. 7. Терідегі проблема. Ағза шылаққа толған кезде беттен көрініс береді. Бетіңізді дақ басып, қарайып, қартая бастайсыз. Кей жағдайларға дене бөртіп, қышып, маза бермейді. Бұл жайсыздықтан ағзаны шылақтан тазарту арқылы құтылатыныңызды ескеріңіз. Бетіңіз ішек пен асқазанның айнасы екенін ұмытпаңыз. Бұдан шығатын жол теріні жасартып, жаңарту үшін қымбат кремнің көмегіне жүгіну бос әурешілік. Ағзаны, асқазанды, бауыр бүйректі жуғызыңыз. Сонда тері өз-өзінен тазаланып жасара бастайды. Достар, бұл айтылған ақпараттар ағзаның шылаққа толғанның белгілері болса, енді ағзаны шылақтан тазалайтын 6 әдісті айтатын боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін тыңдағаныңыз жөн. Айтпақшы достар, каналыма жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда бұдан кейінгі шығатын пайдалы ақпараттарды өткізіп алмайтын боласыз. Ағзаны шылақтан тазалайтын 6 әдіс. Бұл әдісті күнде жасаңыз, сонда ағза шылаққа толмайды. Негізінде ағза жейтін тағамның әсерінен шылаққа толмайды. Оған тамақ, су, ауа да әсер етеді. Сондықтан да бәріне өте мұқият болғаныңыз абзал. Ал мына 6 әдісті күнде қолдану арқылы ағзаны шылақтан тазартып, қайта шылаққа толуына жол бермейсіз. Су ішіңіз. Су ағза үшін өте пайдалы. Ең бастысы ағзадағы артық заттар мен шылақты шығарады. Егер сіз ішек пен асқорту жолдарын таза әрі сау күйінде ұстасаңыз, онда ағза шылақпен өзі-ақ күресіп сыртқа шығарады. Ендеше күніне 8-10 стаканға дейін су ішуді әдетке айналдырыңыз. Лимон суы. Егер ағзаны шылақтан тазартқыңыз келсе, күніне 1 рет 1 стакан лимон су ішіңіз. Өйткені лимон қышқылы уытсыздандыратын қасиетке ие, ал лимон шырыны асқазан мен бауырға өте пайдалы. Сіз лимон су ішуді әдетке айналдырсаңыз, асқазаныңыз қалыпты жұмыс істеп, керегін алып, зиянын тастап тұрады. Смузи. Жеміс пен көкөністен дайындалған кез келген коктейл ағзаны артық заттан тазалауға септігін тигізеді. Ендеше күнделікті тамақтану мәзіріне 40 қабаттан, қызылшадан, алмадан, апельсиннен, алмұрттан, кивиден, ананастан, авокадо немесе зімбірден смузи дайындап ішіңіз. Көк шай. Ағзаны уыттан қорғау үшін кофені көк шаймен алмастырыңыз. Көк шай ағзаны шылақтан қорғайтын антиоксидантқа бай. Құрамындағы глутатион шылақты шығаруға ықпал етеді. Ал микроэлементтердің қайнар көзі саналатын полифенол майды ерітетін гормон бөледі де, нәтижесінде артық салмақтан арыласыз. Егер күніне 2-3 шыны көк шай ішсеңіз, ағза шылақтан тазарып, сымбатыңыз сымдай тартылады. Жаттығу. Терлеу уыттан қорғайтын бірден-бір әдіс. Ағзадағы, терідегі кез келген шылақты терлеу арқылы шығаруға болады. Терлеу үшін үздіксіз жаттығу жасаңыз. Моншаға түсіңіз, бу қабылдаңыз. Міне, осы қадам арқылы шылақтан құтыласыз. Стресс. Ағзаға шылақ дұрыс тамақтанбағаннан жиналады. Одан бөлек стресс те себеп болады екен. Сондықтан да кез келген дүниеге салмақты қарап, байыппен шешіңіз. Стресс шылақтың жиналуына ғана емес, ағзаның тозуына да септігін тигізеді. Міне достар, ағзаны шылақтан тазалайтын 6 әдісін айттым. Осымен бүгінгі пайдалы ақпаратым өз мәресіне жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып пікір қалдырыңыз. Алдағы уақытта каналымнан қандай пайдалы ақпарат көргіңіз келеді, жаза кетіңіздер. Міндетті түрде оқимын.